Сәлем оқырман. Бүгінгі эфир өте қызық болды. Біреулері қайта қосылса, басқалары жаңа таныстықты бастады. Айдос Бота мен Шерханды қосып, өзі еңлікке танысуға ұсынысын білдірді. Жарайсын Айдос, таң қалдырайтындай эфир жасадың. Ақбота мен Айдостың таныстығы тоқтады. Ең бірінші себебі қыздың сенімсіздігі болды. Таныстықтарына 5 күн болса, 4 күнде де Бота шақырған жерге бармаған екен. Ақботаға біреулерден Айдос таныстарымен бәстесіп келген деген сыбыстар жеткен екен. Бірақ Айдос оны жоққа шығарып, таныстықты тоқтатуға шешім қабылдады. Менің босқа уақытым кетіп жатырған сияқты, оданша шын сүйгендер қайта қосылсын. Өзімде де сондай жағдай болды, соны қайталанғанын қаламаймын. Сендерде мүмкіндік бар, ал менде жоқ. Мен ондай мүмкіндікті жіберіп алғанмын деді. Ең біріншіден қолындағы гүлін Шерханға табыстап, Ақбота екеуінің қосылғанын сұрады. Шерхан болса қуанғаны шынымен көрінді. Мен әлі жақсы көремін, алдында да айтқан болатын едім деді. Қанша жерлен өзімді қинасам да, қанша жерден айтсам да, мен оны тез ұмыта алмаймын. Сырын ақтарып, Шерхан гүлді Айдостан қабылдады. Үміткер болса кешір жігітіңде деп Ботаға бір үндеу салды. Шерханды жүргізушілер ортаға шақырды. Ұмыта алмай сағынған шығарсыз деді Әлимира. Махаббат жеңеді, ол бар болса. Ақбота соңғы мүмкіндігін берді Шерханға. Шерхан мәз, Айдоспен қол алысып бір рахметін айтты. Айдос болса басқа бір жанмен танысқысы келетінін айтты. Бірінші ағасынан сөзін алып, кейін қыздың да жауабын естіді. Еңлік пен Айдостың таныстығы қалай болады екен? Бота мен Шерханның жұптық арақатынасы қалай жалғасады? Ал көрерменнің пікірі қандай екен? Жүргізушілер қосалмаған жандарды үміткері келіп қосты. Айдосқа тілекшіміз. Бақытын тапсын, ұйықтайтын болдық қо. Аллаға шүкір қосылды-ау. Шерхан енді бағала. Көрдің ғой, Ботаның басы бос болса, қандай жігіттер келетінін. Сен үшін қандай керемет жігіттен бас тартты. Ақботаны ренжітпеңіз, Шерхан енді той болсын, бәрі сіздің қолда. Жаңа жылда жаңа өмірге отбасылық қанық басыңыздар бұйыртса. Нағыз джентльмен Шерхан болыңыз, перед я рада прям. Шерхан мен Ақбота екеуі өтірік жүр. Хайп қуалап эфир үшін. Редакцияда өтірік қоса береді, просмотр көр болған соң. Ұжымға не керек? Просмотр, статистика. Жыр болды ғой, алда той істей салындаршы, көнсе көніп басылып семья болады, болмаса төзеді бір-біріне. Дейді көрермен, ал сіздің пікіріңіз қандай? Ойларыңызды жазып кетіңіз.